Жылдам хабарнама, шұғыл дерек. Диана Скатова өз пікірлерін білдірді. Олар оңбаған екен, мен оны кеш білдім деген сөздерменен ол өзінің бағдарламасындағы баяндама берді. Яғни оған байланысты көрермен алдындағы қатысын білдірмек болған ба әлде басқа? Ассалаумағалейкум армақазақ, егер ең соңғы жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликтерімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Сіз осы күнде Ашаматайдың орнына келе тұрғаныңызда, көрермен Ашаматайға үйренісіп қалғанда, сіз олардың көңілін қалай жауламақ болдыңыз деген тележүргізушінің сұрағына Диана Скатова былай жауап берді. Тура, мен көпшіліктің жүрегін жаулай алдым деп айта алмаймын. Алайда мен өз көрерменімнің иесі атандым. Алайда маған желіде көп пайдаланушылар, сенің мына сөйлеуің болмайды, бұның қазақшасы тым кем деген пікірлер, және де ондай Ашаматай сияқты шырайлы емес, басқа да сөздер менің жан дүниеме батса да, мен алайда олардың сөзін тыңдамастан алға қадам басып өз еңбегімді өзім бағалай бастадым. Өз көрерменімді жинауым үшін мен өзімнің жан дүниемді бөле әрекет жасадым, дейді Диана Скатова. Сонымен қоса тележүргізуші былай сұрақ қойды. Сен осы күнге дейін сенің осылай пікірлеріңді бетіңе айтқан адамдар болды ма? Саған былай сұрақтар қойғандар болды ма? Сен жүргізе алмайсың, сен андайсың, мұндайсың, осылай сөздерді айтқан тұлғалар болды ма бетіңізге? Деген тележүргізушінің сұрауына Диана Скатова былай жауап берді. Мен ондай адамдарды көрген жоқпын. Желіде отырып маған жазғандар болды, алайда мен олардың пікірін ешқайсысын тыңдаған жоқпын. Бетпе-бет келіп маған ешкім бұл сөздерді ұнатқан жоқ, деді Диана Скатова. Сонымен қоса Диана Скатова өзінің бірнеше баяндамасында осылай сөйлеген. Желіде маған жамандайтын адамдар, олар жетістікке жете алмай қалған адамдар. Олар жетістікке жеткенде былай жасамайтын еді. Сен ондайсың, сен мұндайсың, басқара алмайсың деген сөздерді айтты маған. Бірақ мен олардың сөздерін тыңдаған жоқпын. Себебі олар менің орнымда тележүргізуші бола алғанында мен былай жасар едім деген сөздері менің жан дүниеме әсерде еткен жоқ. Себебі олар егер жақсы тележүргізуші болғанда неге осында отырмақ? Неге осында отырмайды? Неге осылай басқармайды? Олар керек десеңіз өз кәсібінің иегері емес. Егер ол жақсы тележүргізуші болғанында менің орнымда отыратын еді, және де өздерінің айтқан әрекеттерін жасауы мүмкін еді. Алайда қазірге мен осы жердемін, осында отырмын. Мен жақсы тележүргізуші болғаным үшін осылай деді. Және де сұрауларын үн қатқан жүргізуші былай деді. Сіз өзіңізді қалай бағалай аласыз? Сіз өзіңізді қандай тележүргізуші деп айта аласыз, деді. Диана Скатова қарапайымдылықпен жауап берді. Мен өзім туралы ешнәрсе айта алмаймын, оны тек көрермен айтады, деді Диана Скатова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де қос лайк жобасының тележүргізушісі Диана Скатовамен болған сұхбаттарды, не болмаса жұлдызды жаңалықтарды тек қана біздің каналымыздан таба аласыздар. Ал онда біз сізбенен қоштасамыз.